сәлеметсіңдер ме оқушылар? 4 сынып 88 сабақ бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептер қозғалыс графиктері. Екінші есепте негізінен екі дененің қозғалыс сызбалары берілген, олар нені білдіреді және формулаларын түсіндір. Ең бірінші сызбада негізінен қуып жету қозғалысы көрсетілген, яғни екі жылдамдықтағы кез келген зат белгілі бір бағытта қозғалып бара жатыр. Олардың бір-бірінің қуып жету қозғалысын анықтау үшін біз екі жылдамдықты бір-бірінен азайтады екенбіз. Екінші сызбада бір-біріне қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс берілген, яғни олардың бір-біріне деген қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс жылдамдығы екі жылдамдықтың қосындысына тең болады. Ал үшінші сызбада негізінен бірінен бірі қарама-қарсы екі бағыттағы қозғалыс көрсетілген, яғни бір жерден екі бағытқа кететін. Бұны біз табу үшін екі жылдамдықты бір-біріне қосады екенбіз.